Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі тақырып зерттеуді қалай жоспарлау керек және де зерттеуді қалай жүргіземіз. Сен оқу жылы барысында сыныптастарымен бірге көптеген зерттеу жүргізіп көрдің. Енді өздігіңнен зерттеу жоспарлап өткізе аласың ба? Қане көрейік. Нені зерттеуге болады? Айналамызда зерттеуге болатын қызықты заттар мен құбылыстар көп. Ең бастысы, өзіңді қызықтыратын сұрақтың жауабын табуға тырыс. Қандай материалдан жасалған күртеше жылырақ? Сұраққа жауап беру үшін қандай зерттеу жүргізу керек? Өз болжамыңды айт. Оқушылар, зерттеу жүргізу алдында міндетті түрде зерттеу сұрағын қою қажет. Қандай нәтиже шығуы мүмкін? Болжап көр. Өз гипотезаңды жаз. Гипотеза деп отырғанымыз зерттеу нәтижесі туралы алдын ала жасалатын болжам. Көрдіңіздер ме оқушылар? Зерттеу жүргізудің өзінде де алдын ала дайындықты қажет етеді. Бірінші зерттеу сұрағын құрастырасыңдар, одан кейін гипотезаларыңды ұсынасыздар. Зерттеу жүргізу үшін түрлі құрал жабдықтарды да пайдаланасың. Мысалы, термометр, түрлі маталардың қиындылары. Эксперимент нәтижелі болу үшін саған түрлі өлшеу жасау керек болады. Өлшеу құралдарын қалай пайдалануға болатынын есіңе түсір. Өлшеу нәтижесін қалай тіркеу керек? Сен өз зерттеуіңде қандай өлшеу жүргізесің, қандай шамалар өзгеріссіз қалады? Есте сақта, зерттеу жұмысында бір ғана шаманы өзгертуге болады. Ал енді кеттік. Зерттейміз. Қандай матадан тігілген күртеше жылырақ? Жылуды ең жақсы сақтайтын материалға мұқият қара. Ол басқалардан несімен ерекшеленеді? Неге одан тігілген күртеше басқасына қарағанда жылырақ болады? Оқушылар, матаның түрін жазасыздар, температурасын анықтайсыздар. Өлшеу нәтижесін жаз. Сен қандай тәсілді таңдадың? Қорытынды жаса. Ал енді оқушылар, немесе қымбатты жас зерттеушілер. Сені алда жас күтіп тұр. Бұл көңілді демалыс кезі, әрі жаңа тәжірибелер мен бақылау жасау үшін тамаша уақыт. Өз зерттеуіңе керек нысанды кез келген жерден, саяжайдан не бақшадан, үйден не мұражайдан, орманнан не саябақтан таба аласың. Ең бастысы, ол қызықты әрі танымды болуы тиіс. Зерттеулеріңе табыс тілеймін. Қыркүйекте кездескенше. Сау болыңыздар.